Қырыққабат әрине біздің елдерде кең таралған және құрметті көкөністердің бірі. Қырыққабаттың зияны мен пайдасы бұрыннан белгілі және жақсы зерттелген. Шын мәнінде қырыққабаттың көптеген түрлері бар. Олардың арасында гүлді қырыққабат, брокколи, калораби, Қытай қырыққабаты және тағы басқа. Олар ең көп таралған және кең таралған түрлері. Ежелгі гректерде қырыққабатты асқазан жарасын, бауыр мен өкпе ауруларын емдеуге қолданған екен. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Достар, қазақша контенттің дамуына қолдау білдіріп, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Сіздің оп-оңай болмашыған әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Әрине, қырыққабаттың артықшылығы одан көптеген дәмді тағамдар дайындауға болатындығында ғана емес, бұл қырыққабатта көп мөлшерде аскорбин қышқылы бар. Олар С дәрумені, С витаминінің көп бөлігі қырыққабат жапырағында болады. Бірақ уақыт өте келе сақтау кезінде оның мөлшері де айтарлықтай төмендейді. Сонымен қатар, егер сіз қырыққабатты ашытатын болсаңыз, С және Е дәруменінің мөлшері азайып қана қоймайды. Сонымен қатар, едәуір ұлғая түседі. Қырыққабаттың пайдасы оның құрамында В тобының витаминдері К және У витаминдері мол. Ол жараға қарсы әсерімен белгілі. Қырыққабат құрамында калий мен күкірт, кальций мен фосфор сияқты адамдар үшін маңызды микроэлементтер бар. Калий жүрек қызметін күшейту үшін, қалыпты жүрек қызметін ұстап тұру үшін және қан ұйғышын болдырмау үшін қажет. Сонымен қатар, холестеринді төмендетуге де көмектеседі. Қырыққабат құрамындағы калий мен фосфор сүйектерде, тырнақтарда, тістерде және шашты нығайтуға пайдалы. Қырыққабатты қолдану көптеген ауруларды емдеуге арналған дәрі ретінде белгілі. Қырыққабат шырынының көмегімен тіпті алыс ата-бабаларымыз асқазан мен 12 елі ішек ойық жарасын емдеген. Қырыққабатта көмірсулар аз, сондықтан қант диабетімен ауырғандарға жиі қолдануға болады. Қырыққабаттың және терінің қабынған жерлерін емдеуге айтарлықтай пайдасы мол. Қырыққабат жапырақтарынан зардап шеккен аймақтарға компресс қолданып, олар іріңнен арыла түседі. Қырыққабат артық салмақпен күресуге өте қолайлы. Қырыққабаттың артықшылықтары оның құрамында семіздіктің дамуына жол бермейтін, адам ағзасына әсер беретін тартрон қышқылының болуына байланысты көріне түседі. Қырыққабат сонымен қатар әртүрлі косметикалық жақсы көзі болып табылады. Мысалы, қырыққабаттың пайдасы оның шырынында шоғырланған, ол теріні жасартуға дайындалады және қолданылады. Оның негізінде сарапшылар әжімдердің пайда болуын болдырмауға көмектесетін бет күтіміне арналған әртүрлі маскалар ұсынылады. Қырыққабат шаш күтімі құралы ретінде де ұсынылады. Қырыққабатты қолдану оның шырынын тамырларды нығайтатын және шашқа тірі және сау жылтыр беретін арнайы маскалар үшін негізгі компоненттердің бірі ретінде қолданылады. Қырыққабаттың құрамында ағзаға сел беретін сергектік көп болады, сондықтан оны жұмыстан шаршағанда, қажығанда жеген өте пайдалы. Ашыған қырыққабат тәбетті асқазанның сол бөлігін күшейтіп, ас қорытуды жақсартады. Ашыған қырыққабатты ас қорыту жүйелерінің бұзылуының қыжылдау, құсу, кекіру, жүрек айну, ықылық атудың алдын алу үшін пайдалануға болады. Ашыған қырыққабат семіруге, шыжыңдыққа да қарсы ем болады. Қырыққабат сөлі бұзылмаған асқазанның әлсіреуін, қарын, ұлтабар жарасын, өт қабының, бауырдың, әртүрлі аурулардың асқазан қабынуын, тоқ ішек жарасынан қабынуын емдейді. Сары бауыр мен көк бауыр ауруларында қырыққабат сөлін ішу қажет. Қырыққабат шырын асқазан сөліндегі қыжылдың көбейген кезінде, қарын ауырғанда қолданылады.
Ауыз қуысы ойылып қабынып ауырғанда қырыққабат сөлін сумен араластырып ауызды тамақты шаяды. Бас ауырғанда, буын сырқырағанда ауырған жерге қырыққабаттың жас жапырағын жабыстырса, ауруды тез басады. Қырыққабаттың құрамында асқазан жарасына ем болатын заттар бар. Оның шырыны бауыр ауруына ем болады. Оны ішкеннен кейін аурудың жанға батқаны азайып, бауыр қалпына келеді. Қырыққабат шырынының құрамындағы күкірт пен хлор, йод асқазан мен ішектің шырышты қабығын тазартады. Ол ұлтабар жарасында жазады. Бірақ қырыққабатты емекендеп, оңды-солды жей беруге де болмайды. Оның емдік қасиетін пайдалану үшін шырынын 100 граммнан күніне 3 рет ішу керек. Оған сәбіз шырынын қосып ішсе, әсері одан да жақсы болады. Ол үшін 100 грамм қырыққабат шырынына 200-300 грамм сәбіз шырынын қосса жетіп жатыр. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.